Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Бізге кезекті мына биогумус алушы клиентіміз келіп отыр. YouTube арнасы арқылы жаңа естіп біліп. Ал енді мына сыртта тұрған гөңдер, бұлар жуылып, ферментациядан өткен биылғы свежий қойдың гөңі. Бұлар уже ферментациядан қызырылып өткізілген дайын гөңдер. Енді біз бұны мына жақта іштегі жатқан шлаушындарға қорым ретінде добавка беріп отырамыз. Сол үшін бұл қазір сыртта тұр. Қазір ішіне келіңіз. Мынау біздің биогумус өндіріп жатқан біздің фермамыз. Жалпы айтқанда, міне қараңыздар, бұл жерде мынау панк іші 200 квадрат метр жер, сол 200 квадрат метр жерге біз шлаушындарды орнастырдық. Ал енді биогумус дегеніміз не? Биогумус деген түсіндіріп өтетін болсам сізге, биогумус дегеніміз міне мынау жатқан шлаушандардың асқазанынан қорытылып өткен гөңдер, мына биогумус деп аталынады. Мынау қазір дайын биогумус, ал електен өтпеген, бұлар кебу керек. Кепкеннен кейін біз бұлар құрғақ шай сияқты, мынандай құрғақ шай сияқты болып төгіліп тұрады. Бұлар әлі електен өтпеген. Бұлар кептіріп електен өткіземіз. Сіз алғалы отырған биогумустар міне осылар. Ал енді биогумус дегеніміз бұл табиғи органикалық тыңайтқыш, ешқандай да химиялық қоспасы жоқ. Өсімдіктерге өте пайдалы, өсімдік әлеміне өте пайдалы бұл биогумустар. Ал енді біздің биогумусты өндірудегі мақсатымыз мынандай қонақсыз жерді тыңарту. Мысалы менің мына панигімнің өзі өте шаршаған жер. Гөң төккенменен шаршамауық, әртүрлі шөптер, жаңа күйдіргендіктен мен биогумус өндіруді өзім қолға алдым. Бұны мен паникке қойған себебім мына жерді құнарландыру үшін. Негізінде сіз ашық жерге, далаға, кәдімгі ашық жерге, далаға істесеңіз өте жақсы. Өйткені қысы мен қардың, жаңбырдың тәтті суын бойына сіңіреді, әрі жеріңіз құнарланады. Біз енді бұл жерде үш түрлі сала бізде қазір бұның пайдасы бар. Біріншіден, мына биогумустан алып, біз кез келген өсімдік пайдаланамыз. Ал енді екінші, осы биогумустың астында вермичай сіңген мынандай топырақтары бар. Бергеліңіз, міне, мынандай топырақтары бар. Біз бұл топырақтан 3-5 сантиметр алып, мұнда алып тастадық астынан. Өйткені бұлар вермичай сіңген өте құнарлы бұл топырақ. Екінші топырағын пайдаланамыз. Ал енді үшінші, бұның қызыл калифорниялық шлаушандарды сату арқылы біз пайда көреміз. Бұл мен қазір сізге калифорния шлаушандарды көрсетейін. Жалпы бұл жерден ашып жіберіп, мына жерде қазір қызыл калифорниялық шлаушандарымыз жатыр. Бетінде де жүр. Мен қатты қопармаймын, өйткені мұның астында биогумус өндіріліп жатыр. Міне шлаушандардың тығыздықтарын қараңыз. Міне калифорния шлаушандар, кішкентай малектары жүр. Міне мына малектарының өзі міне. Ұстамаңыз, қолын ұстауға болмайды. Қол 36 градус, бұлар 25 градус. Өйткені бұлар термический ожог алады, сол үшін міне мыналар малектары міне. Мына малектары өсіп жатқан. Мына жерде мына малектары өте көп, және шлаушандардың өздерінде тығыздықтары міне өте жақсы. Осылай калифорния қызыл шлаушандарды біз өсіріп отырамыз. Бұлардың бетін жабатын себебіміз ылғалдылықты және қараңғылықты жақсы көреді. Не? Ал енді бұның бірінші гөңді жуып аласыз. Гөңді жақсылап жуып алып, жаңағыдай аммиактан тазартып жуып алғаннан кейін, бұлардың влажності нормальный болу керек. Сіздің гөңіңіз дайын болу үшін. Гөңіңіз дайын болғаннан кейін, ол гөңді тексеріп көресіз, влажностін. Қараңыз. Мысалы, менің мына жерді тексеріп көрейік, влажностін. Влаж тексерген кезде мына бетіне жабылмаған ғой. Сондықтан мұны қараңыздар. Мынау қара, міне шашылып кетті. Бұл жерде влажность аз деген сөз. Влажность аз, мынаған су себу керек. Енді мен мұның астыңғы жағын көрейін. Астыңғы жағының влажності қалай, беті сөзсіз кебет. Міне қараңыз. Мынау қысып қайтып жіберген кезде, міне қысып қайтып жүргенде құрт тәрізді уже бол. Бұл влажності дұрыс деген сөз мынаушы. Міне осындай влажность дайын болу керек. Біз мына бетіне кішкене су себеміз, мына шлангалар арқылы мен су себемін. Ал енді су сепкен сайын мынау тығызалады. Гөңнің беті тығызалады. Сол үшін біз оны аударуымыз керек. Мысалы, мен қазір сізге кішкене немен аударамыз? Оны мына айырмен аударамыз. Бізге ең керегі мына араба, гөң таситын, күрек салатын және мына бесақа айыр. Осы бесақаменен мынаның астынан кіргізіп отырып, былай аударамыз. Мынаның бетіне шлаушандарды шығып кетеді. Міне үстіп аударып отырамыз. Міне былай біз аударған сайын
бетіндегі көрім астына түсіп, астыңғы көрім бетіне шығып, бұлар түбегейлі араласып отырады міне. Осылай бесақамен аударып отырамыз. Бесақамен аударып, бұларды қопсытып отырамыз. Қопсытқан сайын бұларды мына шылаушанда жауып тастаймын, өйткені кольцолары бар. Бұлар тууға дайындалып жатқан шылаушандар. Бұлар өздері астына кіреді. Сонда да мен сізге жағдай көрсетіп жатырмын. Осылай қопсытып отырамыз. Тығыздалып кеткен кезде астына метан газ жиналады. Метан газын шығарып тастау үшін біз осылай бесақамен бұны қопсытып отырамыз. Және де мына шлангымен біз қазір сәл минутқа жіберіңіз. Мен қазір қалай суғарамыз осыларды, өйткені жоғары жағында бұлар аз, ал төменгі жағында бұлар нормально. Өйткені мен бұдан бетін жапқан кезде сабанмен әртүрлі жапырақтармен бетін жабатын болсақ, бұл өзінің ылғалдылығын ұстап тұрады. Ал енді су себілмеген жақтар, бет ашық жақтар ылғалдылығын ұстамай тұр. Беттің жағы аздап болса да не болып тұр, құрғақ болып тұр. Қазір мен суды қосып келейін. Сіз оған дейін сап тұрасыз, суды қосып келіп, қазір көрсетемін. Оған дейін қарай беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен де осы Гүлнар апайға бүгін биогом салуға келген едім. Негізі сөйтіп маған өте керемет түсіндірді. Осы енді түсіндірген бойынша мен енді тек қана биогомс емес, шылаушанды алуға шешім қабылдадым. Енді қарап отырсам өте күшті, тамаша идея, тамаша жұмыс десем де болады. Өте жаңағыдай не бары жаңағыдай парнигінің іші де әжептәуір барлығы тақадай. Мен де осыны алып бүгіннен бастап қазір сол биогомс ғана емес, маған енді шылаушан да керек болып жатыр. Аха. Суғарамыз міне. Былай біз аз жерлерді осылай тамшылату арқылы суғарып шығамыз. Өйткені қатты кетуінің қажеті жоқ. Тек беткі жағына кеткенде астыңғы жағында бұларға жақсы. Сондықтан осылай жай ғана себіп шығуымызға болады. Сізге жалпы көрсеттім қалай суғару керектігін. Өте тамаша жұмыс барысы, өте маған қатты ұнады. Суланып, дайын. Және де жұмысы да қатты ауыр емес. Тек гөң болса болды екен. Гөңді тамаша. Гүлнар апайдың мынау енді парнигі. Іші деген осындай. Жаңа жерде мына бағанағы шылаушандар ғой, мұндағы. Қолмен ұстауға болмайды. Қолмен ұстауға болмайды. Енді бұл биогомс өндірген кезде қараңыздар, бұл өте сондай табысты нәрсе. Сіз бұны азғандай ғана шығынмен бастап, үлкен табысқа кенелуіңізге болады. Мысалы, мен былтыр 5000 ғана шылаушан алып, декабрь айында 1 квадрат метр жегет 5-ақ мың тастаған болатын өзім жағдайыма қарап та. Соның өзі қазір міне 40 квадрат метр жердікі дайын болып тұр сатылуға. Сатып жатырмыз шетінен биогомс. Мына жақ қойды сонда, е? Сол жақтарды сатып жатырмыз. Шетінен алып заклад беріп қойғандар бар. Жаңағы 5 квадрат, 3 квадрат деп әкімші шамасына қарап. Анда бөліп қойғансыз ғой, сол шығар. Бұларды енді жаңағы сатуға дайындап қойған жеріміз бар, закладын алып, ертең олар өздерінің жаңағындегі гөңдерін жоқ тазалап дайындап болғаннан кейін келіп алып кетеді. Бұл азғантай ғана шығынменен үлкен сізге табыс әкелетін сонда жаңа кәсіп. Біздің Қазақстанда әлі көптеген адамдар, даже диқандардың өзі биогомс не екенін білмейді екен. Көп адамдар, өткенде мен диқан баба ауылына бар диқандармен сөйлестім, үйде бір жиын болғанда түркіне барып отырып, сол кезде жаңа кісілер, мен биогомс туралы айтсам, биогомс деген не ол дейді. Кез келген егінді еккен уақыттан бастап біз дейді теріп алғанша оған дәрі береміз дейді. Ал енді сол дәрінің орнына табиғи биогомс өндіріп, соның өзінің күнделікті өмірде пайдалануға болатындығын, тіпті азотты да қаптап сатып алмай-ақ биогомс арқылы өзіңіз жидкий азот жасауыңызға болатындығын да мен ол кісілерге түсіндіріп өттім. Бұл жерде біз тек қана биогомс емес, бұның жидкий түрде бар биогомстың. Жидкий биогомстың өзін дайындаймын. Және де азоттың өзінің сосы жидкий биогомс арқылы
жидкий азот дайындауға да болады. Мұның өзінің сырлары бар істейтін. Әрбір диқан соның бәрін өзі қолдан істейтін болса, біздің еліміздегі химиялық заводтар банкрот болу үшін жабылады. Просто мына қазіргі өмірден ығыстырып шығару үшін рыноктан екінші бір нәрсе өніп шығу керек. Міне біздің жерімізде қазір химиялық заводтар өте көп. Осы химиялық тыңайтқышты өндіретін заводтар жұмыс істеп тұр ғой қазір. Мысалы соларды ығыстыру үшін біз бәріміз биогумус өндіруіміз керек. Бұл биогумус әрбір отбасына керек. Мысалы сіз қазір өзіңіз агротыңызға пайдаланамын деп отырсыз. Ал мұны жай ғана қарапайым адамдар гүл егеді, есігінің алдында ең құрғанда қараң, алма ағашы болады, жүзімі болады. Мұны сондай бау бақшасына пайдаланса да ол біріншіден өзіне пайда. Ал енді екіншіден артығын халыққа сатсын. Өйткені бізде миллиондаған гектар жерлер бос жатыр Қазақстанда. Сол жерлерге пайдалануына болады, сатуға болады. Рынок пустой қазір, ешкім қорықпау керек. Ал Шылаушанда биогумус өндіремін деушілерге сатамыз. Балықшыларға, зоомагазинге өткізуге болады. Бұдан ешқандай зиян шекпейсіз. Шылаушаны өсіретін болсаңыз, міне, бұның тірлігі де бір қарапайым, аз ғана ақшаменен бастап үлкен пайда табуға болатын табыс көзі екендігін, мысалы мен өзімнің тәжірибемнен қазір сіздерге айтып бере аламын. Биогумустан ешқандай қорықпау керек. Қазір рынок пустой. Кез келген, мысалы сіздер сияқты диқандар, қазір міне сіз қазір көріп, биогумус аламын деп келіп отырып, сіз қазір уже Шылаушаны алуға да қызығып отырсыз менің түсіндіруменен. Ал егер де сіз бүгін менен биогумус алып кетіп, өзіңіз 1 квадрат метр Шылаушанды бағатын болсаңыз, көктемде сіздің өзіңіздің жеріңізде биогумус дайын болады. Және уже көктемнен жазға дейін сіз бірнеше Шылаушандарды көбейтіп, уже өзіңізде биогумус өндіретін боласыз. Ешқандай сатып алуға сізге қажеттілік болмайды. Азғантай ғана шығынмен үлкен табысқа жетесіз. Және Шылаушандарды сатсаңыз, ол сізге үлкен жаңағыдегі табыс алып келеді. Бұл біріншіден өзіңізге салауатты өмір сүруге көмек болса, екіншіден әлеуметтік жағдайыңызды түсуге, сіз өзіңіздің жағдайыңызды түзетуге үлкен мүмкіндік. Міне, мен осы биогумус алушыларға халқыма осыны түсіндіргім келеді, осы биогумус арқылы. Бұл деген табыс көзі және салауатты өмір сүрудің бір көзі бұл. Жарайды, сау болыңыз.